қанға жайып әр күнің, бұл кинода бар қуаныш бар мұңың. Орындайсың бұл жұтпастан барлығын. Режиссердің жарлығын. Пластик терезе. Мынау міне су кіргізіліп тұр үйге. Маған үй алып беріп, көмектесіп жатқан халқыма рахмет, барлықтарыңызға рахмет, көп рахмет айтам, алғысымды айтам, мың алғыс, жандарына жамандық бермесін, бала шағалардың қызығын көрсін. Міне жаңа үй алып беріп, мені үйге кіргізіп жатыр. Қалған артылған сумасынан нәрсе. Мынандай сондай холодильник не? Үлкен холодильник беруса деген. Бір отбасыны қуантып, игілікті іске мұрындық болып, тілеулерің дұрыс болып, мінекей Күлпаш қызымызды осындай үйге кіргізіп жатырсыңдар. Көптің тілеуі, көл деген бір тамшы су тамса, көл көбейеді. Халықтың, ел жұрттың арқасында көптеп көмектеп, осы үйді алуға қаражат жинаған барлық салымшыларға, тілеулестерге тек қана алғысымыз шексіз. Мынау біздің Ақжарлық жаңағы саудагер апайларымыздың берген сыйлықтары біздің жаңағы Күлпашқа. Мынау Және апайдың берген кілемі. Мыналарды жаңағы кімдер? Үміт апайдың, содан кейін сол Және апайдағы да, одан кейін Гүлсар апайдың берген сыйлықтары. Гүлсар апайдың арада терезеге, екі терезеге штор, содан кейін столдың үстіне жаятын скатерть, тағысын тағы берді. Одан кейін жаңа киімдер берді, этикеткалармен, оны жаңағы Күлпаштың өзіне табыстадым. Құрметті азаматтар, азаматшалар, бүгін міне осы береке бірліктің арқасында өздеріңізбен бірлесе отырып, міне Қамза ағамыздың үйін Күлпаш Мүсәпірова Күлпаш апайдың атына аударып табыстауға рұқсат етіңіздер. Міне Күлпаш апай, сізге осы үй берекелі болсын, мерекелі болсын. Міне мынау үйі сіздің атыңызда түгел толығымен аударылды. Тек паспорты бәрі сіздің қолыңызда, жер актісі бәрі толық сіздің қолыңызда. Көп рахмет. Үйіңіз жақсылыққа, әрқашан жақсылық болсын дейміз. Ал құрметті ауылдастар, бүгін біз міне бір үлкен игі істің шарасының куәгері болып жатырмыз. Ауылымыздағы қарындасымыз Күлпашқа ауыл азаматтары бірігіп, бүкіл жамағат бірігіп, көпшілік болып көмек жасап, осы Тоғызбаев Қамзаның үйін алып беріп отырмыз. Бұл үй бұрынғы әкесінен қалған үй болатын, өсіп өнген жақсы семьяның осы үйден шыққан болатын. Енді міне осы қалған соң осы үйді ауыл азаматтары барлығы бас көтеріп, ұйымшылдықпен ақша жинап, осы Күлпашқа алып беріп отыр. Енді осы үй Күлпаш саған қайыр береке берсін, бала шағаң өсіп өссін, осы үйде той болсын, ауылымыз аман, жұртымыз тыныш, ебіргесі аман болсын. Ауылдастар, бүгінгі мына Жамбыл ауылында үлкен қуанышты күн болып жатыр. Күлпаш апай, үйіңіз қайырлы құтты болсын, үйлеріңізде тек қана жақсылық той болсын деймін. Ауылымызда береке бірлік болып, сіз бізіміз артып, жақсылықта, сыйластықта кезігіп жүрек, тек қана жақсылық болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бүгінгі жиналған ауылдастар енді Күлпашқа енді өзінің қолдан салған үйім берекелі, табысты үйлер болған. Барлық бала шағалардың осыны өнген Күлпашқа айтамыз енді. Үйің игілік көрсін, тозбасын, жаның тозбасын. Осындай ауыл азаматтарына көп рахмет айтам. Осындай көңіл жасап жатқандарына. Барлық жақсылықта пайда кезігіп жүре берейік аман есен. Халқыма рахмет, қаншалықты қол ұшын созып, маған көмектесіп жатқан. Міне үйдің документін алдым, көп рахмет сіздерге. Енді құрметті азаматтар, құрметті ауыл тұрғындары, бүгін енді қазақтың көпті күрсе көл демекші, бүгін азаматтар, спонсорлар, жан-жақты демеушілердің арқасында осындай міне Мүсәпірова Күлпаш апайымыздың үйіне қаржылай көмек көрсетіп, осындай Жамбыл ауылынан жеке басына осындай тұрғын үй алып бердік. Бұл енді жаңғыз бір адамның қолына келетін шаруа емес, сондықтан осы азаматтар, осы ұйымдастырған азаматтар көпшілігіне көп рахмет айтамыз. Енді осы үйі берекелі, мерекелі, жақсы, шаңырақ болсын деп тілейміз. Ассалаумағалейкум аудан тұрғындары, жұртшылық. Бүгін Жамбыл ауылында үлкен бір мәселеміз бар еді. Жаңа
Мүсәпірова Күлпаш апайымыз Әбдеш ағамыздың үйі апаттық жағдайда болғанына байланысты үй кезегіне де тіркелді. Бірақ өкінішке орай жанына пар табылмағандықтан, бұл квартираның үйдің екінші жағына кіргізетін кісі табылмағандықтан үй салынудан бас тартты аудан. Ал енді мына үйді көп түкірсе көл демекші халық боп, аудан белсенділері боп жинап берген қаражат баспаналы болды. Міне үй әдемі, жақсы екен, көңілімізден шығып тұр. Не айтам, осындай береке бірлік болсын ауданда.